Сәлем балалар, Activity Book 44-ші беттердегі тапсырманы орындайтын боламыз. Exercise 1. What don't they do on a snowy day? Read and write their names дейді. Олар қарлы күнде не істемейді? Оқып, соны олардың аттарын жаз дейді. Яғни мұнда бізде 6 бала берілген, көрсетілген, және олар қарлы күн не істейтіні көрсетілген. Ал астында сөйлемдерде болса, біз істемейміз деген, істемейтін іс-әрекеттер көрсетілген. Енді мына жерде кім істемейді, соны тауып жазауымыз керек. Мысалы, we don't play with friends, достарымызбен ойнамаймыз дейді. Енді суреттерге қарасақ, мұнда достарымен ойнап тұр, мұнда достарымен ойнап тұр. Достарымен ойнамай тұрған тек қана ұлан мен ақбота, сондықтан ұлан ақбота деп жаздық. Тура солай қалғандарын жасаймыз. We don't wear gloves, қолғап кимейміз дейді. Бізде ұланда қолғап жоқ, және берік те жоқ, яғни ұлан берік. We don't drink hot chocolate, ыстық шоколад ішпейміз дейді. Бұл бізде сұлтанда жоқ, және айжанда жоқ. Келесі, we don't read a book, кітап оқымаймыз дейді. Бұл бізде ақботада жоқ, және айжанда жоқ, кітап. Келесі, we don't go skiing, шаңғы теппейміз дейді. Сұлтанда жоқ, және көркемде жоқ. Келесі, we don't make a snowman, аққала жасамаймыз дейді. Бұл бізде берікте жоқ, және көркемде жоқ аққалайы. Сол бойынша жасап шықтық. Келесі, look at exercise 1 again, answer the questions. Бірінші жаттығуға қайтадан қарап, енді сұрақтарға жауап жазамыз. Мысалы, do ұлан мен ақбота play with friends on a snowy day? Ұлан мен ақбота қарлы күні достарымен ойнай ма? No, they don't, жоқ, ойнамайды. Тура солай қалған сұрақтарға да жауап беріп шығамыз. Do Берік and көркем drink hot chocolate? Берік пен көркем ыстық шоколад іше ма? Yes, they do, ішеді. Do ұлан and Берік wear gloves? Ұлан мен Берік қолғаптар кие ма? No, they don't, жоқ, кимейді. Do Сұлтан and көркем read a book? Сұлтан мен көркем кітап оқи ма? Yes, they do, олар оқиды. Осымен 44-ші беттің барлық тапсырмаларын орындадық. Сау болыңыздар.